Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге мына әйел бақыты гүлін алдын, егер естеріңізде болса, мен аман алып қалған болатынмын. Осының нәтижесімен бөлісіңізші деп көп адам жазыпты маған. Мен қай видеоға екенін экранға суретін шығарып, описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Міне, бұл гүл мынандай үлкен гүл болып өсті. Бұл карлик түрі әйел бақыты гүлінің. Бірақтан әдемі болып өскенімен бұл мынандай хлороз ауруы болып жатыр. Міне, бұл хлороз ауруы дегеніміз жаңа витаминдерінің, микроэлементтерінің жетіспеуі. Бұлайша осылай аман алып қалуға міне мүмкін болды. Сол гүліңізді көрсетіңізші деп жатыр екен. Одан бері қанша уақыт өтсе де дәл осы горшокқа еккен болатынмын отырғызып. Топырағының құнары кетіп, біраз уақыт болды. Енді қанша уақыт екенін мен толық білмеймін. Соны көріп сіздермен бөлісе кетейін деп отырмын. Енді қазір мен бұған пересадка жасаймын. Жақсылап тамырының барлығын ашып, тамырын көрсетемін қазір. Мен мынандай топырақ құрамын жасап қойдым. Мына 7 түрлі қоспасы бар, әдемі топырақ. Мен бұны сатып та жатырмын. Заказ беремін десеңіздер, экранға телефон номерімді қалдырып кетемін. Почта арқылы салып жіберемін. Мен мына әйел бақыты гүлін мынада суда өсіріп, бұнты суретін шығарамын. Суда тұрып өсіріп, тамырлатып отырғызған болатынмын. Қараңыздар, енді өзін қалай сезініп жатыр. Өте әдемі жапырақтарын шығарып, міне қараңыздаршы. Міне, өте әдемі, қураған еш нәрсесі де жоқ, жақсы өсіп жатыр. Міне жаңадан да жапырақтарын шығарып жатыр. Мына жерде де жапырағын шығарып келе жатыр. Міне, өзін жақсы өсіріп жатыр. Міне мен дайындаған топырақта әйел бақыты гүлдері өте керемет өсетін болады. Мына гүлде де мен аман алып қалған болатынмын. Міне қараңыздаршы, қандай бойын тік ұстап, міне жарыққа көрсетейін. Өте әдемі болып өсіп жатыр. Заказ беріңіздер. Мынандай керемет, қараңыздаршы, қаншама қоспасы бар. Өте әдемі. Мына жерге дейін міне жаңадан балаларын шығарып келе жатыр, деткаларын. Мынау карлик түрі, негізі әйел бақыты гүлінің осылай жапырақтары пышны болып өседі, бірақ кішкентай болып осындай сопақша болып. Ал мынау одан үлкендеу сорты. Мына осы екеуін мынаны суда тамырлатқан болатынмын. Бұл да міне жаңадан жапырағын шығарып, міне жақсы өсіп келе жатыр. Мына жерден де, мынау да міне. Осындай топыраққа заказ берсеңіздер, почта арқылы салып жіберемін. Бұған агробальт профессиональный торф қосылған. Қаншама қоспасы бар, ұнтақталған қаншама қоспасы бар, қараңыздаршы. Біткен кезде бірігіп қалмайды. Көрдіңіздер ма? Шашылып ыдырап тұрады. Әйел бақыты гүлін пересадка жасайын. Мінекей достар, қараңыздар, міне тамыры өте жақсы, барлық горшокты толтырып өскен. Тек қана енді бұның төбесіндегі міне құнарсыз болған топырақтарын алып тастаймыз. Мына тамырына зақым келтіріп, мынаны бәрін ажыратқым келіп тұрған жоқ. Негізі ажыратам деп ойлаған едім, қатты мына пристеліп қалған екен. Сол үшін де мен өзінен сәл ғана үлкен горшокқа отырғызамын деп шештім. Міне қараңыздаршы, почти бірдей. Негізі әйел бақыты гүлі үлкен горшокты ұната бермейді. Міне қарасаңыздар, сәл ғана разницасы бар. Міне осыған қазір мен мына өзімнің дайындап қойған әдемі құнарлы топырағыма отырғызатын боламын.
Мінекей достар, мен әйел бақыты гүлін осылай отырғыздым. Мына өзіне қатты үлкен горшокқа емес. Мына жан-жаны ұштары сәл-сәл осылай қараңыздаршы. Мына қураған, еш нәрсе етпейді деп ойлаймын. Мен бұл хлороз аурумен мынандай сарғыш болып жапырағы солай бастаған кезде мен 9 микроэлементов тыңайтқышын құйып жүрген болатынмын. Сол кезден бастап міне қараңыздар, жаңадан шығарған жапырақтары міне айырмашылық бар. Міне жасыл әдем болып шығып жатыр. Енді мына мен қураған жапырақтарын барлығын кесіп тастаймын. Төменгі жапырақтарын ол маған керек емес. Қазір пересадка жасағаннан кейін мен бұл гүлге циркон себемін. Стресс болмас үшін жапырақтарына. 1 литр суға 4 тамшы циркон тамызып, циркон себетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменге комментарий жазып кетсеңіздер, жауап беретін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.